Ассалаумағалейкум. Бұл кітапшадағы 6-шы тақырып ол түс. Анам көпке дейін бала сүйе алмады. Мен дүниеге келер алдында нағашы әжем жатқан перзентханаға хат жазып жібереді. Түсімде шатырды ашқанда бүркітті ұстадым. Сенің ішіңді жарып алады, ол бала туасын. Атын бүркіт деп атап қой деген екен. 21.01.1988 жылы мен дүниеге келдім. Атымды бүркіт деп атап қойды. Түсте бізге Алла тағала кейбір жайлар туралы хабар береді деп ойлаймын. Бәлкім Алла тағала менің атымды бүркіт болуын қалаған шығар. Бәрі Алланың қалауымен. Ол күні жұма еді. Түнде түсімде ескі үйде өртте қаза тапқан сыныптасымды көрдім. Ол өрт сөндіруші болып қызмет еткен еді. Өз қызметін атқарып қаза тапты. Түсімде қараңғы бөлменің шамын жағуға тырыстым. Алайда шеткі бөлменің шамы жанды. Сыныптасының қара келбетте көріндім. Алтынбек, не болды дедім. Ол маған жағдай қиындап кетті, деді. Оянып кеттім. Сол күні кезекшілікке жұмысқа бардым. Жұмыста сыныптастарыма Алтынбекті түсінде көргенімді, кім бүгін мешітке барса, марқұмға Құран бағыштауын өтіндім. Көп ұзамай, одан бір не 2 күннен кейін мен бұрын тұрған жерде күрт ауа райы суып, жан-жақты бәрі мұз басты. Бұндай жағдай осы күнге дейін жалғасып келеді. Соны көптеген апаттармен ұласуда. Жағдай шынымен қиындап кетті. Бәлкім Алла тағала бізге Алтынбек кейпінде бір періштені ескерту үшін жіберген шығар. Өйткені жаратушы түс арқылы пенделерін ескертеді. Бізге ескертушілерді жіберуші Алла тағала мұнда бір алғыс шүкіршіліктер болғай. Бізге дүниені қойып, жанымызды Құдайға арнауымыз қажет болар.